Сәлем достар, мен бүгін видеоны сіздермен сұрақ жауаптың екінші сезонның екінші сериясын жасаймын. Сұрақтарға кезек берейік. Алдымен қазақша, содан кейін орысша. Бірінші сұрақ. Маппингте достар бар ма? Әлі жоқ, бірақ сенімен дос болғым келеді. Екінші сұрақ. Қандай мақсат бар сенде? Мен 1000 немесе 2000 подписчик жинағым келеді. Бұл 2 немесе 3 жылда шығуы мүмкін. Мен және де маппинг жасауды жақсы көремін. Сонымен мен соны мақсат деп қойдым. Мен қазір маппинг жасауды үйреніп жатырмын. Үшінші сұрақ. Компьютерде маппинг істеу қолайлы ма? Әрине қолайлы. Бірақ мен компьютерде емес, ноутбукта жасаймын оны. Міне көрсеңдер, итакта мына жерде ноутбуктар Lenovo деген менікі. Төртінші сұрақ. Қандай түсті мысық ұнайды? Маған әртүрлі түс ұнайды. Көбінесе маған сұр, қара ұнайды. Екінші сұрақ. Саған қандай иттің тұқымы ұнайды? Иттер тұқымы көп қой. Маған хаски ұнайды, алаба, қазақтың төбеті ғой. Тағы да тазы. Тағы да басқа. Ендеше орысшаға кезек берейік. Вопрос первый. В маппинге есть друзья? Еще нет. Но хочу, чтобы были друзья. Второй вопрос. У тебя какая цель? У меня такая цель сделать маппинг и набрать 1000 подписчиков. Или даже 2000. Еще и так далее. Вопрос третий. С компьютера делать маппинг удобно? Конечно же удобно. Но только я не делаю с компьютера, я делаю ноутбука. Вот видите, у меня стоит здесь ноутбук. Он называется Lenovo. Давайте приступим к последних 2 вопроса. Четвертый вопрос. Какой цвет кошки нравится? Мне все нравятся цвета. Ну, например, можно особенно черный, серый и так далее. Последний вопрос. Тебе какая порода собаки нравится? Мне казахские, то есть наш казахский. Все собаки. Лайка, хаски, алаба и так далее. Достар, мен сендердің сұрақтарына жауап беріп болдым. Сұрақтар жазында үнемі. Қызықты болады. Ендеше мен лайк басыңдар және каналыма жазылыңдар. Бәріне сау болыңдар. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки и пишите вопросы, что было интереснее. Всем пока. Бәріне сау болыңдар.